Абай Құнанбайұлы. Абай Ибрахим Құнанбайұлы 10 тамыз 1845 жылы, 6 шілде 1904 жылы ұстаз ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдік мәселелерін арқау еткен. Абай шығыс пен батыс мәдениетін жетік білген. Бір қатар әлем ойшыларының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактат стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығы мен дүниетанымдық тереңдігі мен саяси әлеуметтік салмақтылығы мен құнды.